Сука, вот это хочешь, сука? А? Тварь ебаная, это хочешь? Сосать, сука, хочешь? А? Не, конечно. Нет, сосать хочешь? Ты, сука, гандон ебать. Да не, ебать. Ебать, ты говорю, Да это достаточно, братан, не ходишь. Да я понял. Мразь ебаная. Я все понял, нихуя ты нахуй не будешь давать. Понял, я все помню, нихуя не помню, сука, животина, не понял, ты не понял нихуя. Честно слово, ты не понял ничего, я тебе говорю, сука. Руки убери, сука. Руки убери, я тебе говорю, сука. Через сломал, ты что тебе, сука, а? Гандон сломался. Assalamu alaikum, құрметті қазы Қасым-Жомарт Кемелұлы, елбасы президентіміз, сіздерден өтінішім бар. 16 мекемесі Өскемен қаласы особый режимде бізге милициялар, осы мекеменің милициялары мен сотрудниктері бәрі бірге қосылып, бізді сотталған азаматтармен, сотталған Була деген есімді, Еркебұлан деген есімді, бывший активистер болған Ринат деген есімді, Саид деген есімді балалармен бірге қосылып, бізді аяқтарымызды, қолдарымызды ұрып, соғып, сенің қайда түсіңді пасколоспен суырып, суырып, сөйтіп ұрып, соғып, біреуге айтатын болсында біз ешкімге арыз шағынып жазып дүние қалмай жатырық. Неге десең, біз десе біреуге жазып ұратын болсақ, жазып соғатын болсақ, бізде сразу ограничение деген болады, ол гарем деген нәрсе, ол голубойлар сендерді голубой қыламыз деп қорқытып жатыр бізді қайта. Енді қоймай енді кімге айтамыз басқа. Қасымда сотталған Қабылбаевтың аяғын сындырып тастады, списін қылып, басын сүйеннен басын жарып тастады, тігіп санчаста жатқызып тастады. Оны ешқандай арыз шағым шығарып жатқан жоқ. Сотталған Ибрайхан Алпысбай дегенді, оның жағын үш жерінен сындырып тастады, ол да шыға шығарып жатқан жоқ. Шегін дегеннің қолын сындырып тастады, қасымдағы болған мужик адамдар бәрі сотталғандар солар сындырып, ұрып, пытка қылып, бізді қайта вымогать етіп, сендер үйтесіңдер, сендер бүйтесіңдер деп бәрін істетіп жатыр бізге. Білмейміз біз. Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен кімге не қылатынын білмеймін. Бүгін барым ба жоқ па, наказына видео шыққан кейін мен өліп кетемін ба, бір Аллахқа мәлім. Менде сотрудниктердің бәрі бірге, сотрудниктер ешқандай қағазымызды, ешқандай недемізді шығарып жатқан жоқ. Мен не істерімді білмей отырмын. Менің бір сотталған досым ба, соның телефонын алып, бүйтіп өзін түсіргізіп жатырмын. Менде амал жоқ. Мен не істерімді білмеймін.